Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сапа менеджменті пәні бойынша 9-шы тақырыпты талқылайтын боламыз. Бұл тақырыптың аты Six Sigma негіздері. Жалпы Six Sigma алдында өткен тақырыпта айтып кеткенде Lean философияның бір құралы болып табылады. Бұл жайында қазір айтып өтетін боламын. Six Sigma бұл дегеніміз не? Бұл өндірісте болатын қателерді, ақауларды барынша мүмкіндігінше азайту құралы болып табылады. Яғни азайту әдіснамасы, бұл целый үлкен бір философия болып табылады Six Sigma. Яғни мақсаты қандай бұның? Процесстерді өте тұрақты ету, дәл ету және біркелкі ету. Қателік деңгейі 1 миллион мүмкіндіктен 3-4 қате ғана жіберу. Бұны жалпы не үшін қолданамыз Six Sigmаны, я? Өнім сапасын арттыру үшін, клиенттің қанағаттандыруын жоғарылату үшін, шығынды азайту үшін және процесті жылдамдату үшін, ақаулардың алдын алу үшін қолданамыз. Енді бұл жерде мен нақты мысалдармен сіздерге түсіндіремін түсінікті болу үшін. Бұл жерде шырын құю заводын алатын болсақ, завод 1 литрлік бөтелкелерге шырын құяды. Стандарт бойынша әр бөтелкеде 1000 миллиграмм шырын болу керек. Бірақ тексеріс барысында проблема анықталды. Завод әртүрлі бутылкаларда әртүрлі миллиграммдық шырындарды анықтады. Біреуінде 980 миллиграмм, біреуінде 990 миллиграмм, біреуінде 1015 миллиграмм. Яғни бұл ауытқулардың бар екенін анықтады. Бұл ауытқулар сәйкесінше тұтынушы шағымдарына алып келді. Яғни тұтынушылары шағымдана бастады. Яғни бұл белгілі бір проблемаға айналды. Енді бұны қалай шешеміз проблеманы? Бұл проблеманы шешу үшін Six Sigma философиясында қолданылатын DMAIC әдісін қолданамыз. Бұл дегеніміз не? Бұл ағылшын әріптерінен қысқартылған сөздер. Define, measure, analyze, improve, control деген сөздерден тұрады. Яғни бұл жағдайда біз не істейміз? Define, проблеманы анықтау, я? Құю көлемі стандарттан ауытқиды проблемамыз. Сапасы төмен деп кетті, соған байланысты, я? Екінші, measure дегеніміз не? Бұл өлшеу, нақты өлшейміз. 1000 бөтелкені өлшеу нәтижесінде стандарттан ауытқу мөлшері анықталды. Яғни ол 3% бөтелкеде нормадан асып кеткен, немесе нормадан кем құйылған 3%-ында 1000 бөтелкенің. Енді қалай талдау жасаймыз? Анализ жасау барысында біз проблеманы неден туындағанын анықтаймыз. Бұл жерде құю желісіндегі клапан дұрыс калибрленбеген. Яғни температура өзгерген кезде көлем өзгеріп кетеді екен. Осы проблеманы анықтап аламыз. Келесі, improve қалай жасаймыз біз? Құю клапаны қайта реттеледі. Температура сенсоры қайтып қосылады. Құю жылдамдығы тұрақталады. Control дегеніміз не? Бұл жерде бақылау күнделікті калибрлеу енгізіледі. Автоматты ескерту жүйесі қойылады. Яғни автоматты түрде бөтелкеге шырын құйылатын кезде автоматты түрде температуралар реттеледі және клапанды калибрленген автоматты түрде калибрлеу жасалады. Нәтижесінде 3% ауытқуымыз 0,2%-ға қысқарады. Бұл яғни өнім тұрақты, шығын азаяды және сапа жақсарады. Тағы да бір мысал келтірем алдағы слайдта түсінікті болу үшін. Яғни бұл жерде пиццаны жеткізу компаниясын алатын болсақ, бұл жерде пиццаны жеткізу сервисі бар делік. Проблема қандай? Проблема көп клиенттерде шағым түсе бастады. Яғни пицца суық түрде келеді, пицца кешігіп келеді, немесе қателесіп басқа тапсырыс берген емес, басқа пиццаны алып келеді. Яғни бізде 1000 жеткізу болса, 1000 жеткізудің ішінде 80 жеткізуден қателік табылды. Енді бұл қателіктерді қалай шешеміз? Яғни Six Sigmаның мақсаты бұл жерде 80 қателікті 5-ке дейін азайту. Яғни өте тұрақты, сапалы түрде процесті реттеу. Енді бұл жерде Define-да қалай айтамыз, я? Define-да бұл жерде проблема қандай бізде? Уақытын жеткізуін кешігуі, пиццаның суық келуі, немесе дұрыс емес пиццаны алып келу, я? Ал measure қалай өлшейміз бұл жерде? Өлшеу нәтижесі бойынша орташа кешігу 12 минутқа созылған. Суық пицца 80 қате болды ғой, соның ішінде 25 рет қате ретінде ол суық пицца алып барған. Қате тапсырыстың 18 рет қайталанған.
яғни анализ жасау барысында біз не анықтадық? Курьер маршрутты тиімді жорамалдамайды, қораптың жылу сақтау сапасы нашар болып келген, және тапсырыс қабылдау жүйесінде қате жіберілген. Яғни тапсырысты қабылдайтын операторлар тапсырысты жеткізушіге дұрыс емес ақпарат берген. Соның салдарынан осындай қателіктер туындаған. Енді импрувта жақсарту қалай жүреді бұл жерде? Жақсартулар маршрутты автоматты түрде жоспарлайды. Компания жаңа жылу сақтайтын қорапты енгізеді. Жүйеде тапсырысты 2 рет тексеру, яғни 1 рет емес 2 рет тексеру енгізіледі. Соңында бақылау қалай болады? Бақылау бұл жерде апталық мониторинг жүргізеді компания. Қате жағдайды туындаса автомат түрде ескерту енгізіледі. Курьерлерге белгілі бір дәрежеде нұсқаулар беріледі. Яғни нәтижесінде бізде 80 қателі тапсырыс 7-ге қысқарады. Яғни бұл жерде клиенттің қанағаттануы осы DMAIC әдісімен реттеледі. Назарларыңызға рахмет. Осы тақырып Six Sigma'ның кіріспесі болды. Келесі тақырыпта біз тағы да басқа да әдістерді өтетін боламыз. Келесі сабақта жүздескенше.